Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде айтады, мына сынақтың мақсатын түсіндіру үшін бізге мынандай бір әдемі хадис айтады. Иннал абда, расында құл дейді, яғни біздің кез келгеніміз. Егер де Аллах тағала сол құлына қарап, назар аударып, осы құлыма осындай жәннаттағы дәрежені атадым деген. Бізде бұл жайында хабар жоқ. Оның хабары сынақ арқылы келеді екен. Жаңағы осындай бір мінзилі дәрежені атадым дейді екен сол құлға. Болды. Алла тағала атап қойды, уәде өзгермейді. Уәде өзгермейді. Мұсылман құлына осындай нәрсені істейді Алла тағала. Неге? Өйткені сіздің ақыретіңізді сізден артық қам қылған Алла тағала. Біз олай уайымдамаймыз ақыретті. Біз олай қатты қызықпаймыз ақыретке тіпті. Осындай оқиғалар арқылы Алла тағала тәрбиелеп санамызға сіңірмесе. Жаңағы дәрежені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады. Расында құл дейді, Аллах тағала оған бір дәрежені атап жіберсе, ләм яблуху биғамалихи, сосын сол құлына қарайды да, ол құлы ол дәрежеге амалымен жете алатын түрі жоқ дейді. Яғни 5 уақыт намазымыз, Рамазан айында оразамыз, тағы басқа, бірақ оның арасында 5 уақыт намаздың арасында қаншама мінездер кетіп жатыр, қаншама қателіктер кетіп жатыр, неше түрлі нәрселер, мысалы тілде қанша нәрсе кетіп жатыр, көзде қанша нәрсе кетіп жатыр дегендей нәрселер. Қателіктер өте көп бізде. Өте көп қателіктер. Біз соны да мойындап жүру керекпіз да. Сол кезде біреуге ұрсамай қаласың. Қателігіңді көп екенін білсең, біреуге ұрсамай қаласыз. Қашан біреуге ұрсып жатсаңыз, сізде қателік жоқ деген сөз. Көрдіңіз бе қалай алданамыз біз? Сонда өзінің амалымен жете алатын түрі жоқ дейді ана құлдың жаңағы дәрежеге. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, ибталахуллаху, өзінің амалымен жете алмайтын болғандықтан Алла тағала енді оны емтиханнан өткізеді дейді, сынақтан өткізеді дейді. Енді сосын сынақтың түрлерін баяндайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сынақтың түрлерін баяндайды. Алла тағала оны сынайды фи жасадихи, денсаулығына байланысты. Сынақтың бір түрі. Кез келген ауру, кішкентай болсын, үлкен болсын, ол Алланың сынағы екен. Ол сынақ келген кезде ана бастығыңызды қалай қабылдап алсаңыз, бұл сол сынағыңызды тура солай қабылдамаңыз. Ол Алланың сынағы, оны басқаша қабылдауға болмайды. Ол келді белгілі бір мерзімге, сол мерзімін өтемей кетпейді қасыңыздан. Ал ол келген нәрсе нәпсіге ұнамсыз көрінгенмен, денсаулығыңа, жұмыстарыңа, жоспарларыңа, ол Алланың сізге деген махаббаты келген. Біз ойлаймыз, Алланың махаббаты бізге басқаша келді деп. Ол ешқашан басқаша келмейді. Қазір оны да түсіндіріп кетеміз, Құдай қаласа. Жаңа хадисте айтады Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи, оны сынайды Алла тағала денсаулығына байланысты дейді. Ау фи малихи, немесе, яғни біреуді денсаулығына байланысты сынаса, біреуді денсаулығына байланысты емес, басқа нәрсеге байланысты сынайды екен. Қандай нәрсе дегенде? Ау фи малихи, дүние малына байланысты сынайды дейді. Яғни кешегідей табыстар жоқ болды. Сол табыстар болмай қалған кезде біз көп жаңағыдай нәрселерді не етеміз ғой енді. Инфляция болып қалды, ана болып қалды, ондай тақырыптарға кіруге болмайды ол. Алла тағала сізге істеп отқан. Алла қалағаннан кейін келді ол. Алланың әмірі үстем, ол жеңді, малынды жеңіп отыр. Неге? Өйткені ол мал оныкі, әлде келіспейсіз ба? Ол оның малы. Көктер мен жердегі нәрселер оныкі. Ол берген оны белгілі бір уақытқа дейін. Мүмкін біз оған дұрыс шүкір ете алмадық, дұрыс жұмсай алмадық, қызығып кеттік, сүйіп бара жатырмыз ба? Емдеу керек. Сөйтіп Алла тағала малды, мені ауыр қылып бара жатқан нәрсені ала бастайды. Сол кезде шипа келе бастайды. Біреуді малына байланысты сынап жатқан кезде, енді біреуді ау фи валидихи, біреуді баласына байланысты сынайды дейді. Яқуб пайғамбарды естеріңізге алыңыздар. Яқуб пайғамбардан Алла тағала ана оқиғасы бар ғой, ағаларының қызғанғандығы, құдыққа апарып тастай салғаны, қасқыр жеп қойды деген, оның бәрі оқиғалар. Бірақ асылы әкесінен сұрамай оны алып кеткен Алла тағала Мысырға. Ол өйткені Жүсіп пайғамбарға басқа жоспар қалады Мысырда. Алла тағала сізге жоспары бар. Егер жақсы көрсе, сізді тіпті жоспарлайды. Юсуф алейхиссаламда кішкентай күнде әкесінен сұрамай алып кеткен Алла тағала. Ол сынақ болды Яқуб пайғамбарға. Өйткені ұлдарының ішіндегі сүйіктісі еді, ұлдарының ішіндегі ақылдысы еді, зерек еді, салиқалыққа жақын еді.
бір пайғамбарлықтың нышаны болды бойында. Соны сезе білді Алланың қалауымен. Бірақ соны алып кетті. Әке мен баланың арасында сынақ болды, қараңыздар. Осылайша біреуді малына байланысты сынап жатады Алла Тағала. Біреуді баласымен сынап жатады. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ұл балалар келеді, шетінеп кетеді. Ұл балалар келеді, шетінеп кетеді. Баламен сынайды. Сенің жоспарың Алла Тағаланың жоспарында болмаса, сенің жоспарың іске аспай қалады екен. Сол кезде көндім Раббым, түсіндім, сен білушісің деген нәрсе тұру керек бізде. Әйтпесе тағдырға реніш басылады. Сосын біз бұл үш сынақтың кезінде есімізді жия алмай, немесе әуелгі соққының кезінде өзімізді жоғалтып қалуымыз да мүмкін екен. Сабыр ете алмай қалуымыз да мүмкін екен. Біз сабырлық туралы қанша сөйлеп жүрсек. Сондықтан келесі сөзінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Сосын осы сынақтардың қайсысы келген кезде дейді, сол сынаққа оны сабырлық қояды дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Сондықтан ешқашан сабыр еттім деген кезде өзіңізге байланыстырмаңыз. Раббым, сен қолдағаннан кейін сабыр болып тұрмын ғой деп жүріңіз да. Өйткені Алла Тағала пайғамбарымыздың өзіне уәмә собрука илля билля деген Құранда сенің сабырың тек Алла қолдағаннан кейін болып отыр ғой дейді. Көрдіңіз ба? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзіне де. Соған сабыр еткізеді дейді жаңағы сынаққа. Сабырлы қылады, соны көтере алатындай қылады да хатта юбаллигул манзилата аллати сабақат лаху. Сөйтіп Алла Тағала бағана әуелде атап қойған дәрежеге оны жеткізбей қоймайды дейді. Сондықтан ақыреттегі дәреже шешіліп отыр. Анау тінектен бастап кіріп кететін. Түгелмен ақырет шешіліп отыр құрметті жамағат. Сосын бұл дүниеде жоспарларымызға жаңа Алланың тағдыры қайшы келіп қалған кезде Алла Тағала есімізді жиғызады. Сен бұл дүниенікі емессің дейді. Сен ақыреттіксің ғой. Мұхаммед пайғамбардың үмбетінесің ғой сен. Сен ақыреттіксің. Сен дүниенікі емессің. Міне, біз әлсіз болғаннан кейін, адам әлсіз жаралғаннан кейін жаңағы мал келіп жатқан кезде мал жүрекке кіріп кетуі мүмкін. Адам Алла Тағаласынан алаңдап кетуі мүмкін.